Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде Италияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Марко Альбертимен кездесу өтті. Италияның жоғары оқу орнымен ынтымақтастық Батыс Қазақстан университетінде 2019 жылы енгізілген көптілділік бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Естеріңізге сала кетейік, биыл Қазақстан Италиямен дипломатиялық байланыстың 30 жылдығын атап өтуде. Өңірдегі қара шаңырақ Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің Италияның жоғарғы оқу орындарымен тығыз әріптестік орнатқанына бірнеше жылдың жүзі болды. Неапольдағы Шығыс университеті, Флоренциядағы экономика университеті, ең іргелі білім ордалары қатарында. 2019 жылы Оралға итальяндық оқытушы ғалымдар келіп, әріптестік беки түскен болатын. Оқу бағдарламаларымен алмасу жұмыстары да жемісті жүзеге асуда. В следующем академическом году біздің студенттеріміздің екі тобы Италия университеттерінде оқып келді. Бұл бағыттағы жұмыстар кезекті академиялық оқу жылында да жалғасады. Қазақстандағы Италия елшілігінің қолдауымен университетке шетелдік мамандарды шақыруға қаржы бөлінді. Қыркүйек айында бізге Италия елінен оқытушы маман келіп, тіл үйрете бастайды. Кездесуде екі жақты ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. Батыс Қазақстан университетінде Италия мәдениетіне арналған бұрыш ашу жоспарлануда. Итальяндық тарапта өз ұсыныстарымен бөлісті. Мен итальяндық ғалымдарға Орал қаласындағы жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Батыс Қазақстан университетінің ректорына сіздің қалаңызда достар тобын ашуды ұсынамын. Осы клубта екі жақта тиімді әріптестікті дамыту бойынша ортақ мәселелерді бірлесе талқылауға болады. Біз өз тарапымыздан жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Көптілділік бағдарламасы аясында вокал, филология, халықаралық қатынастар, мәдениет және өнер мамандықтары бойынша білім алып жатқан студенттердің екі тобы Италия елінде болып тіл үйреніп қайтқан. Итальян тілі осы екінші курста қосылды. Себебі біздерге итальян тіліндегі көптеген шығармалар беріледі. Біз соны итальян тілінде анық және акцентсіз орындау үшін осы итальян тілін қолданамыз. Вокалист ретінде әртүрлі шығармалар орындаған сайын сол шығармаларды мүлтіксіз, мінсіз орындап шығу керекпіз. Екі жақты ынтымақтастық аясында біздің студенттер академиялық ұтқырлық бойынша Италияның әріптес жоғарғы оқу орындарында білім алып, ғылыммен айналыса алады. Сондай-ақ магистратура, докторантураға оқуға түсе алады. Динар Жұманбекқызы, Алтынбек Нышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.